профилировок, которые в свое время начали сеять, убирали. Бұл өз жерлерімізді өзімізге қайтарып ала алмай жүрміз деген солтүстік Қазақстан облысындағы диқандардың жанайқайы. Bir ауыздан жеріміз үшін күресуге келдік дейді тұрғындар. Биыл біз өз жерлерімізді шаруа қожалықтарына берген едік. Олар биылғы егістік науқанын аяқтап болған соң ғана біздің иелік ету құқығымыздан айырылғанымыз белгілі болды. Енді жерлер мүлде жекенің қолына өтіп кетті. Тұрғындар жерлерінің жекеменшікке өтіп кеткенін кеш білдік деп отыр. 6000 гектардан астам егістік алқабы сатылды деп 2 апта бұрын ғана жария болғанын айтады. 31 мамыр күні сатылып кеткен 565 адамның пай жері екен. Вот сегодня мы пошли на сход, мы и узнали, что жерлеріміз басқа біреудің қолданысына өтіп кетіпті. Бүгінгі жиналыста ғана біліп отырмын. Бұл енді қазіргі басшы бізге пайызымыздың құнын бергісі келмесе бермейді деген сөз ғой. Жер шаруашылықтың комиссиясы құрылды. Осы министерство сельского хозяйства дейсіз, соның нелері бәрі қайда екен? Осы ненің бәрі неге шешілмейді? Келіп тексерсе ғой, комиссиямен бәрімен түгел. Ал жерге иелік ету құқығын кәсіпкерлердің бірі 18 миллион теңгеден артық сомаға сатып алғанын айтады. Ол заңдағы кейбір нормаларға сәйкес бұған рұқсат бар дейді. Акционға 4 адам қатысқан, өзімді адал сатып алушы санаймын, өйткені бұл саудаға Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алу мүмкіндігі болды. Ал барлық халыққа бұрын жердің иесі болған оларға мен 5% дивиденд төлеп тұруға келісім бердім. Аудан басшыларының айтуынша, бұған дейін осында жұмыс жасаған Бостандық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қарыздары болғандықтан сот орындаушылар дәл осы егістік жерлеріне тыйым салған. Бірақ неліктен жылжымалы мүліктеріне емес, халықтың жеріне көз тіккенін өзім де білмеймін дейді. Содан бірінші сатылу аукцион болғанда 11 жылы оған біз халықтан арыз білдіріп, прокуратура арқылы аукцион тоқтатқанбыз. Осы жылы енді аукцион қойып, қайтадан аукцион арқылы сатып қойып отыр. Ал өзімізге тиесілі пайларымызды қайтаруды көздейміз деген жұртшылық. Ендігіде бастамашыл топ құрды. Соған сәйкес аукцион арқылы өзгеге өтіп кеткен жерлерімізді жоғарғы сотқа дейін барсақ та, қалайда қайтарып аламыз деп бекініп отыр.